Қайырлы күн, құрметті әділқазылар алқасы. Мен Тұтқабай Шымбаев атындағы 11-ші лицей 7-ші сынып оқушысы Теңізбай Нұрай боламын. Мен Қазақстан азаматымын номинациясы бойынша қазақ халқының зергерлік бұйымдары тақырыбын таңдадым. Менің жобамның мақсаты зергерлік бұйымдардың эстетикалық, символикалық мағыналарын түсініп, және де оны дәріптеу. Мен бұл жобаға қалай келдім, соны айта өтсем. Атам мен әжем әрқашан бізге ұлттық құндылықтарды түсіндіріп отыратын. 12 жасым толған кезде олар маған зергерлік бұйымдар жиынтығын сыйға тартты. Мен содан бастап зергерлік бұйымдарға қызыға бастадым. Бұл идеямды жетекшім Гүлшат Жайлауқызына айтқан кезде, ол маған осы жобаны ұсынды. Солай мен осы жобамды бастап кеттім. Маңғыстау өңірінде зергерлік кеңінен дамыған, және де Атанша Өтешұлы, Бақыт Бозжігітұлы деген зергер аталарымыз болған. Олардың Маңғыстау өңіріндегі орны ерекше. Сүгірәлі руынан шыққан Ақберді атамыз осы жүзікті соққан. Негізгі құралы көрік Сенек ауылындағы Жібек әжеміздің үйінде сақталған. Және де соққан бұйымдары қазір брендке айналып жатқан Болат Атыраубаев, Серікқали Көкенов, Сағидолла және маңғыстаулық шебер Сағидолла Оразов ағаларымыз бар. Енді зергерлік бұйымдардың негізгі құралдарын айта өтсем, ең маңызды және негізгі құралы көрік болып саналады. Ол күмісті, алтынды, металды ерітіп пішініне келтіреді десек болады. Қазіргі оның электр тоғымен жасалатын жаңа түрі пайда болды. Сонымен қатар торғай ауыз деген басқа да құралдар бар. Бұрынғы кезде Ресей патшасы Николай заманында тиындарды түйме ретінде қолданған. Қазір ондай түймелер жоқ. Жаңаөзендік Гүлсара әжеміз жадағайына 2 түйме соқтырған. Оған немерелері Ақтұрғын, Айымзада деген немерелерінің аттарын жазғызған. Бұл сонда әжесінің немерелеріне деген мирасы болып қалды. Енді ұлттық құндылыққа келсек, күні кеше 22 наурызда қазақ киімі мен 5000 адам жиналды. Маңғыстаулықтар Гиннес рекордына енді. Бұл салт-дәстүрден де, киім-кешектен де, зергерлік бұйымдардан да қаймағы бұзылмаған Маңғыстауымызды барлық әлемге танымал қылды. Менің отбасымнан анам, туысқандарым қатысты. Олар жоғарғы деңгейде үлес қосты деп ойлаймын. Жобамды қорытындылай келсек, зергерлік бұйымдар Қазақстанға жаңадан көп мүмкіндіктер ашады. Және де келесі рекордты осы зергерлік бұйымдар бойынша қойсақ. Сонымен қатар жобаның уақытын 5 минуттан көбейтсек деп сұраймын. Назарларыңызға рахмет.